Құрметті Сауран жалпы орта мектебінің ұстаздары, сіздерді бүгінгі келіп жеткен кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыңызға амандық, және жұмысыңызға мол табыс тілеймін. Әрбір күндеріңіз қуанышқа толы және жемісті болсын. Тәрбие беріп жатқан шәкірттеріңіз тек биік белестерді бағындыра берсін. Сіздердің арқаларыңызда осындай керемет жерде жұмыс істеуіміз және керемет маман иесі болуымыз тек сіздердің ерен еңбектеріңіздің арқасында. Сол үшін сіздерге алғысымыз шексіз. Сонымен қоса өз анамды осы мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Деніңіз сау болсын және ортамызда осылай күліп ойнап жүре беріңіз. Жұмыста абыройыңыз бен беделіңіз өсе берсін. Сәлемнен 2019 жас түлек Сырлыбай Ақнұр. Мен Баймұратова Сымбат. 2020 жылғы Сауран жалпы орта мектебінің жас түлегі. Өз мектебімнің мұғалімдеріне жылы лебізімді білдіргім келеді. Ұстаз деген ұғым бар мына дүниеде. Білмейтінді ілдіреді, білмейтінді білдіреді. Санаға ақыл ұялататын, арманды алдан қиялататын, өмірді ұғынуыңа себеп болатын, тірлікке кіруіңе көмек болатын, тұлғалық табиғатын мәңгілік қалдыратын, ұғымы ұшар биікпен пара-пар, ұстаздың бірінен біздер де білім алды. Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деп Абай атамыз айтқандай, ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауапты, шығармашылық еңбекті талап ететінін барлығымыз білеміз. Олай болса, мұғалім бақыты, шәкірт құрметі. Білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаздар қауымына құрметі арта бермек. Сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті аяулы да ардақты ұстаздар, сіздерді келіп жеткен ұстаздар мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға береке, бірлік, ынтымақ тілеймін. 2022-2023 жылғы бітірген жас түлектер, сендерге тілерім. Алдағы уақытта ОТ-дан жоғарғы балл жинап, өздерін таңдаған мамандық иелері атануға тілектеспін. Мереке құтты болсын. Құрметті Сауран жалпы орта мектебінің ұстаздар қауымы, сіздерді келіп жеткен мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің берген білімдеріңіздің арқасында біздер осындай керемет жоғарғы оқу орнында білім алып жатырмыз. Қоғамның әрбір жаңалығын жылы қабылдап, шәкірттеріңіздің бойына жеткізе білдіңіздер. Бойларыңыздағы бар жинап терген білімдеріңізді оқушылардың санасына сапалы етіп сіңіре білдіңіздер. Балаларыңыздың білімді, парасатты, ақылды оқушылар болып өсуін мақсат еттіңіздер. Ол армандарыңыз өздеріңіздің ерен еңбектеріңіздің арқасында орындалды деп ойлаймын. Біз соған шын жүректен алғыс айтамыз және де шын жүректен қуанамыз. Тілек білдіруші 2019 жылғы жас түлек Омар Ұлжан. Құрметті Сауран жалпы орта мектебінің ұстаздары, сіздерді бүгінгі келіп жеткен ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Сауран жалпы орта мектебінің ұстаздары, сіздерді келіп жеткен мейрамдарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, жүздеріңізден күлкі кетпесін. Ұжымдарыңызға тек табыс тілейміз. Сіздердің арқаларыңызда біз білімнің биік шыңдарын бағындырудамыз. Біз секілді халқына қалаулы, еліне елеулі азаматтар мен азаматшыларды тәрбиелеп шығаруларыңызға тілектеспіз. Сіздерге алғысымыз шексіз. Армысыздар, құрметті ұлағат ұстаздар. Мынау енді сіздерді сағынамыз, өткен күнімізді сағынамыз. Қазақта әдемі сөз бар, ұстаз өз шәкіртімен мақтанады. Сол себептен өздеріңіздің біліммен сусындатып жатқан шәкірттеріңіз, сіздердің сенімдеріңізді, берген білімдеріңізді ақтап, осы Қазақстан Республикасына жақсы қызмет орындарға орналасып, сіздердің берген білімдеріңіздің арқасында халқымыздың өсуіне ат салысатын шәкірттерден болуды Алла нәсіп етсін. Бүгінгі төл мерекелеріңіз құтты болсын. Жылдан жылға тойлап, сіздермен шәкірттеріңіз мақтанып, шәкірттеріңізбен сіздер мақтанып жүре беріңіздер. Ұстаздар мерекесіменен шын жүректен құттықтаймын. Бақытты да, ғұмырлы, білімді болыңыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Soyar